ауырған кезде мен қасында болдым. Сол сәтте түсіріліп қалған видео естеліктер де бар, фотолар да бар. Оны бір дәлелдейін деген дүние емес. Әрине, бұл әр нәрсеге, әрине менің жүрегіме тиеді. Ол сәт өте мен үшін ауыр. Дәл сол ауырып қалған уақытында Тұрсынбек Алматыда болды. Мен сол күні ғана Алматыдан Астанаға ұшып келген болатын. Сөйтіп, сол құлап қалды деген хабар келді. Бірден қайтадан кешкі 8-дегі ұшаққа билет алып, қасымда құрбым мені қасымда болып, қолдап, қолпаштап, енді мен сол уақыттағы состоянием өзім құлап қалуға дайын тұрдым. Менің көз алдыма неше түрлі дүниелер келді. Мен қазір дәрігердің алдына барғанда ол маған қандай хабар береді деген қорқынышты ойлар келді. 1,5 сағаттық жолым бір жарым ғасырдай болды. Жете алмай қалдым Алматыға. Тезірек жетсем екем, тезірек өзім көзіммен көрсем екем деген оймен. Сөйтіп, ауруханаға бардық. Бірден дәрігерлер барлығы сыпайы барлығы кіргізіп, бірден реанимацияға апарды. Сол уақытта реанимацияға өткізуге болмады, өткізбеді. Бірақ екеуміз телефоннан, менде бар енді фото, видеолары. Осылай қабырға тұрып, прям кино сияқты, мына жағында Тұрсынбек палатада жатыр, реанимацияда, жан сақтау бөлімінде. Мен мына жақта видеомен сөйлестік. Кіруге болмайтын болғандықтан дәрігердің телефон арқылы. Көңіл күйі бәрі жақсы болды. Жаңағы отадан шықтым деді. Кішкене құлап қалып еркелеп жатырмын деп. Солай екеуміз екі жақтан еңіреп жыладық. Дәл сол ауырған сәтінде қасында болдым. Емделгенше қайта-қайта келіп кетіп жүрдім. Одан кейін өздеріңіз көріп жүргендей, Тұрсынбек мырза, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Түрлі іс-шараларда жүр, жобалар жүргізіп жатыр, тойларға барып жатыр, қонаққа барып жатыр, бәрі жақсы. Ой, мен көп нәрсені ашық айтсам, көптеген жазып жатқан, негатив жазып жатқан жандардың ойы өзгерер еді. 180 градусқа өзгерер еді. Енді ашып айту керек болса айтайын болашақта. Бізде қазір обед, папамен бірге. Өйткені неге? Өйткені мен диплом алып, соны жуып жатырмыз. Пап, какие ощущения? 5 жыл. Ощущением, Аллаға шүкір, өзім бітіргендей болып жатырмын. 5 жыл бұрын әдемі. Еще диплом түрі қызық, я. Қызық, ішінде ғой. Біз әбден 4-3 үйреніп қалғанбыз ғой. Енді халықаралық, международный, Хериот, вот. Да, британский университет. Шотландский немен бітірдім, ура! Сол мен есімде әдемін тастап кетіп, мама екеуміз, мен сол келгенше 5 сағат жылап келгем. Астанаға келгеннен кейін де бүгін қазір отсақ, қуаныштан жылап отырмыз, Аллаға шүкір. Сол күнге жеттік. Әдека, молодец, үмітімізді ақтап, жақсы оқып шықтың. Архитектура таңдаған кезде де қызық болды, Әдека. Я, вообще, еще андай выбор болды, типа, егер 4 жыл оқитын болсам, бизнесқа оқуға болады, ал архитектура оқу үшін 5 жыл оқу керек. Сосын папа тұрды да, оқы, төлейміз, уайымдама. Главное, не ноптыр архитектура. Болды ғой, бар деді. Сонымен, короче. Сол. Я теперь дипломированный архитектор. Мен енді осы жерде шыны керек Иманғали Нұрғалиұлына алғысымды айтқым келеді. Өйткені бір отырыста әдеміні қайда оқуға түсіріп жатсыңдар дегенде, Қазақстанда оқитын шығар деген кезде ағамыз Иманғали айтқан, сен не үшін жұмыс істеп жүрсің? Егер Тұрсынбек балдарын шетелге оқытпасаң, оқығасын ол үй алғаныңа, ішкен жегеніңе мәз болмаңдар. Балдарыңды шетелге оқытыңдар, қолдарынан келсе, давай әдеміні шетелге оқыт сен, түсір деп сөйтіп Эльмира Амангелдиевнаға хабарласып, қайда оқуға болады деп сөйтіп Эльмира Амангелдиевна Дубайда Хериот Вот деген университетті айтып, архитектураға дегеніміз сол жақта айтып, ол кісі де көмектесіп, бізге ақылын айтып, сөйтіп давай оқысын, қорықпасын деп. Енді біз баяғы үйден қыз балдарды үйден шығаруға қорқамыз ғой бізде. Сонда Иманғалиға айтқан, ой, қорықпа, балдар наурыз ашылады деп. Шынымен де ашылды. Міне қазір Аллаға шүкір Дубайдан бітіріп, өзіміз қолынан жетектеп апарған қызымыз 5 жылда дипломын әкеліп тұрған бақыт емес па? Осыдан асқан қандай бақыт бар? Жаным сол.